Бүгінгі қоғамда алкогольдік сусындарға сұраныс жоғары. Күнделікті тіркеліп жатқан ауыр қылмыстар ішімдік ішудің салдарынан болады. Жаңа ғана тату-тәтті отырған адамдар ащы сусынға сылқия тойған соң, бір-бірін жау көріп, суық қару қолдануға дейін барып жатады. Мұндай жағдайдың соңы қайғылы оқиғамен аяқталады. Ауыр жарақат алып, тіпті адам өмірін жалмап жатқан жайттар өкінішке орай күнде тіркелуде. Қазір не көп, ішімдік көп. Алкогольдік сусындардың түр-түрі сөрелерде сыңсып тұр. Арзаны да, қымбаты да бар. Қолдан жасалған сапасыз өнімдер де жоқ емес. Жеңіл жолмен ақша табуды ойлағандар у сатудан да тайынбайды. Сондықтан қазір алкоголь өнімдерін заңсыз өндірушілермен күрес барынша күшейді. Ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті, қаржылық мониторинг агенттігінің өңірлік құрылымдарымен бірлесіп, заңсыз алкоголь өндіретіндерді қолға түсіруде. Бұл кадрлар Қарағандыда түсірілген. Заңсыз жолмен арақ шығарып, оны саудалап жүргендер құрыққа түсті. Қаланың қақ ортасындағы мына ғимарат түгел тексеріліп, 35 мыңнан астам алкоголь өнімдері мен өздігінен жабысатын акциздік маркалардың 7 орамы тәркіленді. Қылмыстық іс қозғалып, күдіктілердің барлығы қамауға алынды. Қарағанды облыстық полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлеріне белгілі бір азаматтар облыс аумағында акциздік маркалар мен алкогольдік өнімнің есепке алу, бақылау маркаларын пайдалану арқылы заңсыз ішімдік өнімдерін сатумен айналысып жатқаны туралы ақпарат келіп түсті. Сонымен қатар азаматтар жауапкершілігі шектеулі серіктестердің бірінен тауар таңбасын заңсыз пайдаланып, акцизделетін тауарларды акциздік таңбалармен таңбалау тәртібі мен ережелерін бұзған. 7 күдікті анықталды. Атылған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 233 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары қазіргі таңда экономикалық тергеу департаментінде жүргізілуде. Криминалистикалық зерттеуге ұсынылған есептік бақылау маркалары Қазақстан Республикасы ұлттық банкының банкнот фабрикасында ұқсас полиграфиялық өнімді өндіру технологияларын сақтамай және бұза отырып дайындалған. Сапалық сипаттамалары бойынша сәйкес келмейді және қолдан жасау белгілері бар. Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 230 бабының 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Самопал өнімдер дайындалатын жасырын цехтар көп қабатты үйлердің жертөлесінде орналасуы мүмкін. Бос шөлмектерге белгісіз сұйықтық құйылып, танымал сусындардың жапсырмалары қолданылады. Сапасына мән беріп жатқан ешкім жоқ. Неғұрлым көп шығарсақ, соғұрлым мол табысқа кенелеміз деп ойлайды. Мұндай жолмен дайындалған алкогольді суррогат өнімдер дейді. Мамандар оның адам денсаулығына аса зиян екенін айтады. Өйткені антисанитариялық жағдайда дайындалады. Сұйықтық құрамын ешкім тексермейді. Бізде контрабандалық жолмен жеткізілген тауарлар мен контрафактіні көбіне шатастырып жатады. Контрабанда басқа елден рұқсатсыз жасырын жолмен ел аумағына өткізілген өнімдер. Одан бөлек суррогат алкоголь өнімдері болады. Олар көбіне жасырын цехтарда антисанитария жағдайында дайындалады. Оның адам денсаулығына өте қауіпті екені түсінікті. Соған қарамастан пысықайлар самопал өнімдерді жаппай шығарып жатыр. Өйткені оларды қарапайым тұрғындар көбіне ажырата бермейді. Тіпті сыртқы қаптамасына да мән бермейтіндер бар. Самопал өнімдерді сыртқы қаптамасына қарап ажырату өте қиын. Оны көбіне мынадай зертханада тексереді. Мамандар тауардың зат таңбасын анықтайды. Акциздік маркалардың қолдан жасалған я жасалмағанына мұқият қарайды. Сұйықтық құрамын да жіті тексереді. На сегодняшний день у ассоциации есть 2 меморандума, которые... Қаржылық мониторинг агенттігі мен мемлекеттік кірістер комитетімен жасасқан 2 бірдей меморандум бар. Соның негізінде контрабандалық тауарларға тосқауыл қоюға тырысып жатырмыз. Солардың арасында заңсыз жолмен әзірленген алкоголь өнімдері мен темекі бұйымдарын атауға болады. Қауымдастық қызметкерлері көлеңкелі айналымда жүрген осындай заттарды анықтап, жиған деректерді құзырлы органдарға тапсырады. Олар өз кезегінде тиісті шара қолданады. Бүгінгі күні суррогат әдіспен дайындалған немесе контрабандалық жолмен елге жеткізілген өнімдер аз емес. Мамандар оларға сұраныс тым жоғары екенін айтады. Өйткені бағасы басқаларына қарағанда арзан, бірақ салдары өте қорқынышты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сенсек, жыл сайын әлемде алкогольдің әсерінен 3 миллиондай адам қайтыс болады. Жер шарындағы әр 20-шы адам ішімдіктің кесірінен өмірден ерте озады.
Бұл статистика жыл өткен сайын нашарлауда. Отандық дәрігерлер пластик ыдысқа құйылған арақты тұтынудың денсаулыққа аса қауіпті екенін айтады. Оның қандай сумен жасалғанын, қандай спирт қосылғаны белгісіз. Кезінде Қытайдан келген метил спиртінен адамдар уланып, көзі көрмей қалған кездер болған. Ендігі сұрақ, өндірушілер алкоголь өнімдерін неліктен көлеңкелі жолмен жасауға тырысады? Олардың бұл істі заңдастыруына не кедергі? Өндірушілер 100% спирттің 1 литріне 2550 теңге төлеу керек. Көбісі мұндай шығын шығарғысы келмейді. Олар үшін көрші Қырғыз елінен, Өзбекстаннан, Ресейден ішімдік алып келіп, соны заңсыз жолмен саудалаған әлдеқайда тиімді. Меніңше, бізде акциз құны төмендемей, мұндай тәсілмен табыс табуға тырысатындар әлі де көп болады. Шығын шығармай тек табысқа кенелуді діттегендер өзгенің денсаулығын ойламаса анық. Олар дүкендерді қойып, самопал өнімдерін той-томалақ өтетін мейрамханаларға жеткізе бастаған. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл құрылымының өкілдері Балқаш қаласында осындай дерек анықтады. Мейрамхана қоймасынан қолдан жасалған қорап-қорап ішімдік табылды. Қоймаға жүргізілген тінту жұмыстары барысында полиция қызметкерлері 852 қорап арақ немесе 17.040 бөтелке жалған есептік бақылау нөмірлерімен тәркіленді. Оқиға орнынан 25 жастағы күдікті ұсталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 214 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай тізіліміне тіркелді. Ал Жамбыл облысында тонналап этил спиртін сақтаған күдікті қолға түсті. Ол алкоголь жасауға қажет сұйықтықты шекара маңындағы фазендалардың біріне жасырған. Ағымдағы жылдың қаңтар айында түскен жедел ақпарат бойынша полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен Жамбыл облысы бойынша экономикалық тергеу департаментімен бірлесіп, Меркі ауданы Қостаған ауылының 51 жасар тұрғыны анықталды. Шекара маңында орналасқан фазенданың ішінде заңсыз сақталған 8 тонн этил спирті анықталған болатын. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 214 бабы 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары басталды. Қазіргі уақытта істің мән-жайларын анықтау бойынша қажетті тергеу жедел іс-шаралары жүргізілуде. Еліміздің барлық өңірлерінде жүргізілген осындай арнайы операциялардың нәтижесінде 100 мыңдаған сапасыз өнімнің көзі жойылды. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта тек күшейе береді. Азаматтарды заңсыз алкоголь өнімін пайдаланудан қорғау мақсатында қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлері 44 жасырын цехтың жұмысын былтырдың өзінде тоқтатты. Айналымнан 1,5 миллион бөтелке контрафактілі алкоголь және 99 мың литр спирт және құрамында спирті бар өнімдер алынды. Жалпы былтыр агенттікпен қабылданған шаралар кешені көлеңкелі экономика деңгейінің 21,5% болжамды мәннен 19,7%-ға дейін төмендеуіне оң әсер етті. Қазақстанда 2021 жылы 27 мың литр алкоголь шығарылса, былтыр бұл көрсеткіш 65 мың литрге жеткен. Егер ішкі сұраныс толық қамтылса, самопал өнімдерге орын қалмасы анық. Ішімдік адам денсаулығына зиян, ал қолдан жасалған алкоголь өнімдері тіпті қауіпті. Сондықтан заңсыз өндірушілерге қарсы бағытталған құқық қорғау органдарының бірлескен іс-әрекеті алдағы уақытта да жалғасын таба бермек.